Инналлазина ла юъмину каназар ла юъминуна бил ахирати ла юсаммуна ал-малаиката тасмиятал унса. Расында ахиретке иман келтірмейтіндер періштелерді Алланың қыздары деп атап жүр дейді. Бұл жердегі мәселе ахиретке иман келтірмейтіндер тек қана осы мәселеде ғана қателеседі деген емес. Алып ахиретке иман келтірмейтіндер ойына не келсе соны сөйлей береді дейді Алла Тағала. Ойына не келсе соны сөйлей береді дейді ол. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Тек ахиретке деген иман сізді сындыратын. Сіз айқайлайын деп жатқан кезде сол үшін сынасыз сіз. Алла Тағала иманның негіздерінің ішіне кіргізген ол хақ. Бәріміз солын жиналамыз Алла Тағаланың алдына. Ахиретке иман келтірмейтіндер ойына не келсе соны сөйлей береді. Міне мысалы періштелер туралы олар былай деп айтады дейді. Періштелер Алланың қыздары деп. Қараңыздар. Бағанағы аятта айтқандай, ашахиду халқахум, оларды жаратып отқан кезімізде куә болып еді дейді. Вама лакум бихи мин илмин. Әсте бұларда періштелер туралы ешқандай білім жоқ дейді. Жалғыз періштелер туралы емес. Тек қана пайғамбар, Алла Тағаланың елшісі сөйлей алатын кез келген ғайып хабар. Қараңыздар. Бұл жайында оларда ешқандай білім жоқ. Егер кімде-кім олардан оны сөйлесе, ол ой қиял болып қала береді, болды. Қашан оны Құран сөйлемесе. Көрдіңіз бе? Имам Матруди осы аяттың тұсында айтады. Періштелер туралы сөйлеу үшін періштені бірінші көру керек дейді. Көрмейсің ба, сөзің өтірік. Болды. Екінші, хабару расул. Алла Тағаланың елшісінің хабары болу керек дейді, періште туралы айтқан. Қараңыздар. Егер ол болмады ма, ол хабардан сөйлемедіңіз ба, тағы өтірік дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сондықтан ғайып істеріне байланысты оны Құран және пайғамбарымыздың сүннеті сөйлейді. Ғайыпқа ешқашан ойды сөйлеуге кірістіре беруге болмайды. Мысалы бір ток-шоу жасаса, телевизордан мысалы ток-шоу жасады, періштелер туралы сөйлесейін деп едік бүгін десе. Қараңыздар қандай мәселе. Не айтады ол? Енді мен ойлаймын, періштелер бұндай ғой деген әңгімелердің бәрі. Қараңыз. Ой болмайды сөйлеуге. Періштелер дінмен байланысты мәселе. Ол әркім ойына кеп сөйлей беретін мәселе емес ол. Ол періштелерге деген иман деп Алла Тағала көп тақырыппен сызып иманның негіздеріне кіргізіп қойған. Түсіндіңіздер ме? Періштелерді қадірлемеуге жатады. Бұлар Рахманның құлдары. Алла Тағала өзі айтқандай, хум ибадур рахман, Рахманның құлдары дейді бұлар. Қараңыздар. Сондай-ақ бұлар ибаду мукрамун, құрметке бөленген құлдар. Үшіншіден, әл-мәләикатул муқаррабун дегендей, Алла Тағалаға жақын құлдар. Бұл періштелер Алла Тағалаға құлшылық қылған кезде жалықпайды. Айтып жатыр ғой. Түсіндіңіздер ме? Аллаға деген махаббат, оны суреттеп беру мүмкін емес. Сондықтан Алла Тағала біздің ақылымызға түсінікті болу үшін, әсіресе жаңағы насаралармен осындай Алла Тағала құлшылық қылуға тәкаппарланып жүрген адамдарға мынандай бір аяттарды келтіреді. Ла ястанкифал масиху. Қараңыздар. Айякуна абдан лилlah. Иса пайғамбар дейді, Иса алейхиссалам. Ол ешқашан қорлық көрмейді дейді ол Аллаға құл болудан. Ол оның өмірінің мақсаты дейді. Түсіндіңіз ба? Валал малаикатул муқаррабун. Ана жақын періштелер де сондай дейді. Сосын қағиданы ескертеді. Кімде-кім Алла Тағалаға құлшылық қылуды қор санаса, тәкаппарланса, қараңыздар қандай мәселе. Фасаяхшурухум илайхи жамиан. Барлығын өзіне қарай жинап әкеледі дейді. Жинап әкелген күні, фааммаллазина аману ва амилус солихати, кімде-кім иман кетіріп салих амалдарын істесе, фаюваффихим уджурахум. Бүкіл сыйын береді дейді Алла Тағала. Ешқандай әділетсіздік жасалмайды. Сондай-ақ беріп болғаны уаязидухум мин фадлихи. Тағы да өз кеңшілігінен тағы арттырып жібереді дейді. Міне, иман мен салих амал қай жаққа бара жатыр да? Ва аммаллазина станкафу ва стакбару. Ал енді анау қор санағандар ғибадатта
Тәкаппарланғандарға келсек, фаюаззибукумуллаху азабан алима. Алла Тағала оларды қинайтын азаппен азаптайды дейді. Сол қинайтын азапқа салып қояды мәңгілікке. Вала яжидуна лаху мин дуниллахи валиян вала насира. Одан кейін олар ешқашан Алладан басқа өздеріне қамқоршы да, жәрдемші де таппайды дейді тозақтың ішінде. Оларда ақыретке байланысты да білім жоқ. Періштелерге де байланысты білім жоқ. Сөйлей береді. Ма лахум бихи мин илмин. Оларда бұл жайында ешқандай білім жоқ дейді. Ияттабиуна илля зонна. Олар тек қана ой қиялға еріп жүр дейді, болды. Ойына келеді, енді мен ойлайын дегеннен басталады, бітті.